Біз білмеппіз білгенде. Зұлхарнайын алейхиссалам әскермен жолда келе жатып, аяқтарына ілінген нәрселерді жинай жүріңдер деп әмір береді. Әскерді бұл әмірді естіген кезде іштерінен бір бөлігі: көп жүрдік, қатты шаршадық, түн ішіндеміз, оған қоса аяғымызға ілінген нәрселерді жинап босқа қиналамыз ба деп еш нәрсе жинамаймыз деген шешімге келіп, еш нәрсе жинамайды. Екінші бөлігі: қолбасшымыз бұйырған екен, әміріне бағынайық, аз ғана болса да жинайық, өйткені қолбасшыға қашанда мойынсыну керек деп аз ғана жинайды. Үшінші топ болса: қолбасшымыз еш нәрсе босқа әмір етпейді, міндетті түрде бір нәрсе біліп айтқан болу керек, әмірін орындаймыз деп бүкіл қаптарын бетіне дейін толтырады. Таң атқан кезде бүкіл армия түнде алтын қойнауынан өткендерін түсінеді. Аяқтарына тиген нәрселердің алтын екенін ешкім аңғармаған болды. Сонда әмірді тыңдамай еш нәрсе алмаған бірінші топ: қап, неге алмадық, қолбасшымыздың сөзін неге тыңдамадық, ең болмағанда біреуін алғанымызда ғой деп өкініп қалады. Екінші топ болса өз-өздерін сөге бастайды: қап, біраз тағы алуымыз керек еді, қалталарымызды қаптарымыздың аузына дейін толтырып алуымыз керек еді. Үшінші топ болса ол да өкінеді: керексіз, пайдасыз заттарымызды тастағанда бұдан да көп етіп жинайтын едік. Міне осы мысалдағы секілді ақыретте де бүкіл адамдар өкінеді. Кәпір болған адам: неге иман етпедім? Сенгенімде ең болмаса жаһанамға түскенде иманымның арқасында соңында бәрібір жәннатқа кірер едім, мәңгілік тозақтан құтылар едім дейді. Мұсылман болған, сауабы аз болған кісі: бұдан да көп сауапты істер жасауым керек еді, бұдан да көп нығметке қауышар едім дейді. Мұсылман болып сауабы көп болған кісі: қап, бұдан да үлкен дәрежеге көтеріліп, көбірек ғибадат жасауым керек еді, көп рет садақа беріп, көбірек ораза ұстаушы едім деп өкінеді екен.